Құдалығы өтіп, сырғалым атанған Ерке Есмахан жұбайы Райымға жан теберген терлік жазба арнады. Әнші өз қуанышының әр қызға жұғысты болуын тіледі. Алла маған 5 елі бақ берген екен. Бізді сынайтын адам емес, адамның бәрі пенде. Өткен өмірімде тұрмыста болып дүниеге ұл әкеліп, ана бақытын сезінсем де, Алланың бұйрығымен сырғалым атандым. Қыздар, маңдайға қандай тағдыр, қандай сәтсіздік жазылса да, мойымаңыздар. Алла әр қыз баласына әйел бақытын береді. Бүгінгі қуанышым әр қызға жұғысты болсын, деп жазды Ерке Есмахан. Сонымен қатар әнші Райымның өзіне ән жолдарын арнағанын айтып, жұбайына жан сырын ақтарды. Екеуміз екі бөлек жүргенде маған хабарласып, саған арналған тағы бір ән шықты. Тыңдашы, деген еді. Күрсінбе, біз екеуміз тек әндерімнің ішінде деген жолдары бар. Жаным-ау, енді тек әндердің ішінде емес, үйіңнің ішінде бір шаңырақ астындамыз. Алла болашағымызды жарқын етсін, деп жазды Ерке Есмахан. Естеріңізге сала кетейік, Ерке Есмаханға кеше сырға салынып құдалығы өткен болатын. Әнші салтанатты рәсім өткеннен кейін өмірден өткен әкесін еске алып, анасына ризашылығын білдірді.